Қазақстандық эстрада жұлдызы Мейрамбек Беспаев бүгінде әншілер қауымы тап болған мәселені көтеріп, оған қатысты өз ойын ашық айтты. Ол өнердегі әріптестерінің тойдан көз ашпай кеткенімен халық арасында жиі сынға ұшырауының себебін түсіндіруге тырысты. Мейрамбек Беспаев өнер адамдары қоғамда жиі сынға ілігіп жатқанына, өздері де кінәлі екенін атап өтті. Қырғызстан мен Моңғолияда бүкіл телевидениесін қарасаң 99% өз тілінде сайрап тұр. Осыны заңға енгізсе, біздің әншілер де басқаша жұмыс істер еді. Сапаға жұмыс істер еді. Ән мен сөзге жіті мән беретін еді. Қазіргі тойға шығып кетсем хит деген сөздер бар. Біздің әншілер сол бағытта көп жұмыс істеп кетті. Олар тойға жетіскеннен бармайды ғой. Әлемдік жұлдыздар да тойға шығады. Олардың шарттары да басқаша. Тойға келсе бір концерт жасап кетеді. Ал бізде былай айтқанда қадір-қасиеттен кетті. Қазір елде жамандап жатқандары өнер адамдарды. Өсек-аяң шеңберінен шыға алмай қалдық. Бұл жерде өнер адамдарында да кінә бар. Біз қатты шешініп кеттік, деді эстрада жұлдызы. Айта кетейік, бұған дейін Мейрамбек Беспаев қазақ халқының қатты жалқауланып бара жатқанын айтқан болатын. Сонымен қатар өнер иесі қазақ тілін білмейтіндерге қатысты пікір білдірді. Ол мемлекеттік тілде сөйлей алмайтын отандастарына жағаны ашитынын жеткізді.